Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қазақ әдебиеті сабағы. Бүгін біз Несіпбек Айтұлының шығармашылығымен танысамыз. Ақынның өмірі сіздерге үлкен өнеге болып, шығармашылығы көкейіңізге ой салады деген сеніммен біз сабағымызды бастаймыз. Ал достар, біз сабағымызды бастамас бұрын тамаша бір әуенге кезек берейік. Себебі ол бізде Несіпбек Айтұлының шығармашылығынан туындаған қазақ елі әні орындайтын Музарт тобы. Ал достар, сіздерге ән ұнады деп ойлаймын, себебі өзім бір тыңдаған кезде ұнатқан әндердің бірі. Патриоттық плейлисттарыңыздың қатарына жүктеп қояды деп ойлаймын. Ал тарауымызға келейік, негізгі тақырыбымызға. Жалпы мәңгілік мұра атты бұл тарауда Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасы мен Қажығали Мұхамбетқалидың Тар кезең романымен, одан бөлек Мал ашуы, Жан ашуы, Сырым би, Сырым батыр, генерал-поручик Барон Егельстром, Айқас талқы, Ол жиын деген шығармалармен таныс боламыз. Мақсатымыз енді дәл осы бөлімде Бәйтерек, поэма, жаңа айттық, Тар кезең, роман, осы екі шығарманың тарихпен байланысын негізге ала отырып жұмыс жасаймыз. Негізгі мақсатымыз жаңа авторлармен танысу, ақын шығармашылығындағы негізгі ойды анықтау, саралау, әдебиеттің көркемдегіш құралдарын пайдалана отырып жанрлық ерекшеліктерін анықтау немесе. Енді тақырыбымызға келер болсақ, достар, Несіпбек Айтұлы бұл 1953 жылы 22 қыркүйекте Шығыс Түркістан, яғни Қытай Халық Республикасында дүниеге келген, және де Тарбағатай аймағында мәңгілік ел деген өлеңі бар. Қандай болмақ шынында мәңгілік ел нышаны дейді. Туған жұрттың түтіні қайтсек түзу шығады. Жер бетінде жет алып, жан-жағынан анталап, ерегессе екеуі екі өкпеңнен қысады дейді. Қандай болмақ шынында мәңгілік ел нышаны, яғни мәңгілік ел белгісі қандай болады деп автор сұрау түрінде оқырманнан бір нәрсе күтіп жатқан сияқты сұрау ретінде берген екен. Туған жұрттың түтіні қайтсек түзу ұшады. Яғни түтін деген кезінде бізде ата-бабамыз енді бейбітшіліктің негізі ретінде қабылдаған екен. Түтін, яғни түтіннің түтетіп, сол үйдің, сол ауылдың түтінін түтететіндей, яғни бейбітшілігін де татулығын да қамтамасыз етіп отыратындай халде өсиет етіп отырған. Солай жер бетінде жет алып, жан-жағынан анталап, ерегессе екеуі, яғни қарсыласса екеуі екі өкпеннен қысады. Екі өкпеннен қысады, екі алып. Бұл жерде мен ойлаймын, екі алып мемлекетті айтып жатыр, екеуі деп. Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясы, бұл егер де біз олармен жаңағы дипломатиялық қарым-қатынаста болмасақ, олармен конфликтқа келіп қалсақ, екі өкпемізден қысып жіберу қаупі жоғары деп ескертіп жатқан сияқты автордың пайымдауынша. Бәйтерек поэмасынан үзінді бұл. Жаныма жақындасам мұңдасыңмын, келмейді енді ешкімнен сыр жасырғым. Не пайда дүниенің кеңдігінен, болмаса бостандығы бір басым. Шүкірлік жарылқаған Аллаға мың, маңдайы жарқырады кең даланың, тәуелсіз атқан таң мен шыққан күннің керемет құдіретіне таң қаламын дейді. Яғни тәуелсіздік қалай келді? Бұл кісі сол дәуірге тұспа-тұс келген ақын. Сондықтан да бұл жерде тәуелсіз атқан таң мен шыққан күннің керемет құдіретіне, яғни шүкірлік етіп жатыр автор, таң қалып жатыр, осы күнге жеттік па, неужели деген сияқты мысалы. Таң қалатындай бар, себебі бұл тәуелсіздік енді шыны керек елімізге оңайлықпен келген жоқ. Бұл сонау ғасырдан бері, сонау жылдардан бері аңсаған тәуелсіздігіміз атты, бұның шыққан күніне дейін бізге ыстық болды жүрегімізге. Бұл жерде сөздің сыры, яғни ғұзыр деген қандай сөз, қияпат, саңлақ, тәуекел деген сөздердің мағынасы сіздерге кітабыңызда 212-ші бетте, қателеспесем 211-ші бетте екен. Ғұзыр деген сөз бұл араб сөзі екен. Мағынасы өте көп. Бұл жерде жаратушының, тәңірдің, Құдайдың, яғни Алланың қолында, соның билігінде бар дүние деген мағынаны білдіреді. Яғни дәл қазіргі жағдаятта мысалы біз істейміз,
біздің қолымызда ешнәрсе жоқ. Әлемдегі болып жатқан проблема, яғни бұл әлемнің басшысының қолындағы құзырындағы жағдай екен. Біз тек қана әрекетін жасаямыз, және де қорытындысы енді бізге әзірше беймәлім. Қияпат деген бұл қиыншылық, тауқымет деп қарастыруға болады. Нәубет деп алдында біз қазақ тілінде өттік қой. Саңлақ деген сөз маған ең ұнайтын сөздердің бірі саңлақ. Сіздер енді бірінші рет естіп отқан шығарсыздар бәлкім. Саңлақ деген сөз бұл белгілі бір істің хас шеберін айтуға болады, немесе талант иесі, немесе өнері асып кеткен, өнері тасқан біртуар адамды марғасқа деп те айтуға болады екен. Белгілі бір істің шебері, яғни майталманы деп қарастыруға болады, саңлағы деп. Достар, мысалы мен айтамын, айтыс өнерінің саңлағы Айнұр Тұрсынбаева, немесе тағы қандай айтыскерлер бар? Ринат Саев, Балғынбек Имашев, тағы кім бар? Жандарбек Доғақов деген сияқты. Тағы бір айтыскер ақынды жақсы көретін едім. Сара Тоқтамысова. Мысалы, бұлар айтыс өнерінің саңлақтары. Немесе сіздер айтуларыңыз мүмкін, бокстың саңлағы Геннадий Головкин деп. Сияқты әрбір істе, әрбір салада белгілі бір сол саланың жілігін шағып, майын ішкен деп айтамыз ба? Сол адамдарға тиесілі қолданылатын сөз жалпы. Сіздердің де енді қазіргі ойларыңызда жүрген профессияңыз, мамандығыңыздың саңлағы болу үшін қазірден бастап кірпішін қалай белгілеріңіз қажет екен. Тәуекел түбі желқайық, өтесінде кетесің. Уайым түбі тұңғиық, батасында кетесің. Бұл жерде тәуекел, яғни біз уайымға беріле бермей, белгілі бір істе тәуекел жасай алуымыз керек екен. Ол да бір маңызды, өте бір жоғары құндылықтардың бірі, тәуекел ете алу. Ол бір араб сөзі екен. Бір іске жалтақтамай, батыл кірісу, яғни белді бекем буып, тәуекел жасай алу, батыл кірісу, батыл шешім шығару десем. Символ, әдеби теориялық ұғым. Бұл символ дегеніміз белгілі бір нәрсенің символы, немесе гүлдің символы жастық. Жататын жастық емес, адамның жастық шағын гүлге теңеп отырған екен. Сондай-ақ көгершін бұл бізде бейбітшіліктің. Және тағы бір мысал, қазақ халқының символы ою-өрнектеп қарауға болады. Астананың символы, Нұрсұлтан қаласының символы бәйтерек деген сияқты мысал. Бәйтерек монументінің символдық мәні қалай? Бәйтерек ол ағаш, тамырын тереңге жаятын ағаш, және де түзу өсетін, және де ұзақ жасайтын ағаштардың бірі болғандықтан, өзін қазіргі Бәйтерек монументіне символ ретінде берген екен. Ол хан үзіндіде автор көңіл-күйі. Осы үзіндіге қандай өздеріңіз атау берер едіңіз, сонда бір қарастырсаңыз. Мысалы, мен бұл Бәйтерек деген поэманы оқи отырып, бейбітшілік деген атау бергім келді, немесе бостандық деген атау бергім келді. Сіздер не бергілеріңіз келеді, сонда бір жасап жеріңіздер. Не пайда дүниенің кеңдігінен, болмаса бостандығы бір басының. Егер де бір басың бос болмаса, дүниенің кеңдігі сізге не пайда келтіреді? Ешқандай пайдасы жоқ, Сол сияқты қазақта тағы бір тіркестер бар екен. Аяқта аяқ киімің тар болса егер, не пайда дүниенің кеңдігінен? Тура екеуі мағыналас, бір-біріне. Дүниенің кеңдігі не керек оған? Аяғындағы туфлиі қысып тұрса, ол адамның аяғын. Сол сияқты, мысалы, бостандық болмаса да дүниенің кеңдігі керек емес деп жатыр автор. Енді достар, үй тапсырмасына келейік. Арда, өндіршек, өлара, самала, шарық, сайыпқыран деген сөздердің мағынасын табамыз. Енді негізгі тапсырма бұл тіркестер. Ал достар, біздің сабағымыз осымен тәмам. Алда уақытта тағы бұйырса кездесеміз деген ойдамыз. Сондықтан да қош, аман болыңыздар.